Достар, Алматыда ЛРТ салынайын деп жатыр. Соның трассасы жарияланған. Соны сіздерге көрсетейін деп едім. Міне бастайық. Мынау Сайна көшесі. Сайна мен мынау Мөңке би, білесіздер ме? Мынау Алматы арена, мынау түсінген шығарсыздар, мынау мешіт қазір ашылмаған. Енді жол былай жүрейін деп жатыр. Мына ТЭЦ, міне айғайлап тұрған ТЭЦ. Қандай күшті жазып қойған ала деп, самолетпен шыққандай көрінеді. Осында депо салынады. Осы районға депо салынады. Депо болғанда түсіндіңдер, депо деген жаңағы вагондар жөндейтін деген сияқты. Осы жерден басталады. Сонымен кетті. Бір линия салайын. Бір линия аласайын. Міне линия кетті. Былай. Момышұлыға келді. Міне Момышұлыға келді. Енді әрі қарай қалай барады көрсетейін. Осы Момышұлымен жүреді. Алматы арена жанынан өтеді. Дарабоз микрорайон жанынан өтеді. Рысқұлованы өтеді. Рысқұловадан кейін Райымбек көшесі бар. Райымбекті өтеді. Момышұлы әлі. Және мына жерде Төле би көшесі бар. Төле би. Осы Төле биден бұрылады. Мына Төле бині бойлап, енді жүреміз. ЛРТ осылай жүреді. Геймплан проект бойынша. Сайранды өтіп кетеміз. Не бар мына жерде? Тастақты өтіп кетеміз. Кімнің естерінде бар, трамвай бұрын осыған ұқсас жүретін, Төле бимен жүріп. Міне Мұқанова көшесі. Мынау Сейфуллин көшесі. Сейфуллин, сосын Наурызбай батыр. Сосын Желтоқсан. Сосын мынау Абылайхан. Міне Абылайханнан төмен қарай кетеді. Төмен кетті. Мынау көше қандай? Мынау Райымбек көшесі. Райымбек көшесінен төмен екінші вокзал. Мына екінші вокзалға. Жалпы ЛРТ екінші вокзалға келеді деп болжамдап жатыр. Мұның кішкене ұқсас екен. 17-6 деп тұр. Мен бірдеңе дұрыс санаған шығармын. Мен ана басында аз алған шығармын. Осылай индустриальный зонадан екінші вокзалға дейін келеді. Бұл бірінші ветка ЛРТ. Кімге ұнайды, кімге ұнамайды, өз ойларын жазыңдар.